Нұрлан Абдуллин, Нұреке, рахмет. Басыңызда ойлаңыз. Жалғастырамыз. Ильяс Саматович. Шапалақ қошеметпен сахнаға шақырым келіп отыр. Ильяс Саматович, можно вас? Ильяс Саматович бізде пластикалық хирург екен. Арнай шақырып отырмын. Жалпы жылдан жылға пластикалық хирург қазір елімізде дамып келе жатыр екен. Қазір развивается. Да, Динара? Да. В зале нет знакомые? Есть? А, это тайна? Канатты можно отправить вас? Вам вообще отправить. Канатты хочу чуть-чуть поменять вообще. Бір кішкене, соны бір кішкене можно сделать как? Все угодно? Тоже? Она Тәуекел Муслим секілді бірдеңе қылып болады. Но не так, хотя бы менее красивее такой, можно, да? Сейчас қазір жақсы ғой, негізі заман сондай, әйел адамдарға жақсы болды, да? Что не нравится, бәрін алып тастайды, бірдеңе шығара салады. Да. Жігіттерге можно бірдеңе істетіп жатыр ма, жігіттерді? Делают тоже. Адрес какой у вас? Жалпы биылғы жылы рекорд екен, 2017 жылы пластикалық хирургиядан Қазақстан әлемде 2-ші орын алған екен. Рахмет, қолсау қошемет көрсіпай. Жылдан жылға қаз пластикалық хирургия дамып келе жатыр екен. Мен ойлаймын, 2030 жылдар бәрін түрі бірдей болып жүретін шығар деп. Көшеден өзіміздікін таппай қалып жүрмек деймін ғой елдеріміз жағына. Это не я деп бәрі түрлер бір-біріне ұқсап жүретін шығар. Мен емеспін мен деп. Мен қазір мына жаққа қарай оралғым келіп отыр. Осы бізде қазақтың тағы бір талантты жігіті бар. Түнгі студио. Бизнес по-казахски уже, а в Америке. Уже кезінде бір бизнес по-казахски очки естеді, қазір бизнес по-казахски в Америке уже в очках. Нұрлан Қоянбаев. Нұрлан, қош келдің. Рахмет. Нұрлан Қоянбаев, Қазақстан телерадио корпорациясының бас продюсері. Бұл жерде Таңшолпанның жүргізушілері отыр. Тең-теңмен, тезек қабымен деп қазақ бекер айтпайды. Ирина Тен. Жансерек. Рахмет, қош келдіңіздер. Бүкіл Таңшолпанға қошемет көрсіппайық. Осы сіздер ұйықтайсыңдар ма? Таңертең сағат уже нешеде тұрасыздар? 5-те тұрасыздар ма? 5-те тұрып жұмысқа келесіздер, күндіз еще прямой эфирде телевизия тұрасыздар, телефонда. Рахмет, табыс тілейміз. Бүкіл қазаққа осы таң атпай ұйқыдан тұрғаннан бастап сіздер оятасыздар әйтеуір. Нұрлан Қоянбаев ұйықтатады, барлығы әйтеуір. Өте керемет осы Қазақстан арнасына. Рахмет. Қолсау қошемет көрсіппайық осы. Бүгінгі кешіміздің де осындай өтуіне үлкен септігін тигізіп отырған Қазақстан телерадио корпорация төрағасы Ерлан Карин мырзаға. Мен шыны керек, мен мынандайды естігем. Бокс тастап өнерге кеткенді. Бірақ ән айтып жүріп, профессиональный боксқа кеткен адамды мен бірінші рет естідім. Так, осы залда мен жаңа көріп қалып едім. Ибрагим Ескендір. Мәскеуде өткен кәсіпқой боксын алғашқы жеңісті жеңді. Алда міне 30 желтоқсан күні, Астана Алматы қаласында, Алматы аренада 30 мың адамның алдында екінші жекпе-жегін өткізгің келіп тұр. Дұрыс, нағызына көк байрағын желбіретіп жүрген өзіңнің әнің бар, көк тудың желбіреткен деген, сол мына көк туды өзің ән айтып жүріп, және спортқа барып желбіреттің келіп жатыр екен. Ол өтмесе ардақты ағайындар, осындай бір керемет жаңа жылдық кешінде нағып біз көрмеске. Бүгін осы олимпиада чемпионы Данияр Елеусінов отыр. Сонымен жекпе-жек Данияр Елеусінов және Ибрагим Ескендір. Шапалақ қошеметтеріңіз. Стоп! Ой, кәдім кәтсіңдер ғой, мен қалшында батыр. Ибрагимді еріп кәдір кәм, уверенді бар ғой кәдім. Даниярдың артынан еріп кәдір. Молодец, қолсау қошемет көрсіпет. Даниярдан қысылып тұрған жоқ. Мен негізді Ибрагим отыратын шығар көріп, Даниярды спокойны кәдімгі. Көйлегінің жаңа несін шешіп кәдімдей. Төбелесейін деп кәдір, боксасайын деп. Жарайсың, сенеміз саған. Мен сені ойлағам, ары қарай кетіп қалатын шығар деп. Сен қайта бері қарай кетіп қалған. Қолсау қошемет көрсіпайық, жеңіске жет.